Тексттік редакторда блокнот бағдарламасында ақпаратты кодтап көрейік. ASCII кестесінде және Unicode кестесінде ақпаратты сақтап, оның ақпараттық көлемін анықтайық. Ол үшін блокнот бағдарламасын іске қосамыз. Енді блокнот программасында мынандай сөз жазайық. Ана сақтаймыз. Файл сохранить. Бұны біз 5-ші информатикада сақтайық. Бұның атын 1 деп қойайық. Біз бірінші экспериментіміз болсын. Кодировка ANSI. Мұнда Unicode кодировкасы бар. Енді сақтаймыз. Екінші ана өтір қоям, бір бос орын қоям, әке 3, 4, пробелді қосқанда 5, 6, 7, 8 символды жаздым. Сохранить. Бұл эксперименттің атын 2txt деп қоям, ол да ANSI болсын. Сохранить. Енді файлдарды салыстырып көрейік. Бірінші файлымыздың аты ана болды. Ана. Ол 3 әріптен тұрды. Ақпараттық көлемін қараймыз. Свойства. 3 байт. 3 әріп 3 байт екенін көреміз. Міне, мына жерден. Енді екінші сөзді ана және әке бос орын және үтірді қойдық. Енді оның ақпараттық көлемін қараймыз. 8 байт. 8 символ 8 байт екенін көрдік. Енді осы жазғандарымызды Unicode кодировкасында сақтайық. Бірінші жаздық біз ана деген сөзді. Бұны Unicode кодировкасында сақтаймыз. Файл сохранить. Мына жерде кодировканы Unicode деп қоямыз. Бұның атын 3txt деп сақтайық. Сохранить пернесін басамыз. Келесі файл создать. 1, 2, 3, 4 символды сақтаймыз. Файл сохранить. Файл сохранить. Бұл экспериментті 4 дейміз. Файлдың атын 4 дейік. Unicode кодировкасында сақтаймыз. Енді ақпараттық көлемдерін қарайық. Бірінші ана деген әріпіміз 3 әріптен тұрды. Unicode кестесінде кодировкасымен сақтаған кезде оның көлемі болады екен 8 байт. Сонда әр символымыз 2 байт болады, қосымша оған 2 байт қосады екен. Келесі, біз жаңа 4 символ сақтадық. Бұның көлемі 4-ті 2-ге көбейткенде 8 болады, сосын тағы 1 байт қосылады. Сонда 10 байт. Ол қосылып тұрған соңғы байт сөйлемнің аяқталғаннан кейін тыныс белгісі қойылады. Тексттік файл біткен кезде конец файла деген. Файл соңы деген. Ол бірақ бізге көрінбейді. Соған қосымша 2 байт бөлінеді екен. Сонда бізде сақталынып тұр. Неше байт? Әр әріпті 2 байтпен сақтайтынын байқаймыз.